күндізгі оқушы мастермін. Және бүгінгі жаңа тақырып темірдің құрылысы және темірді болатын ақаулар болады. Ақаулар, яғни троеге дұрыс істемей тұрса цилиндрді, бұл цилиндрді анықтау үшін дүрлеп тұрған двигательді КамАЗ автокөлігінде гайканы босату арқылы дауысынан білуге болады. Яғни дауысы өзгерсе, оның дауысы яғни сол цилиндр істемей тұрғанын анықтау болады. Ал өзгермеген жағдайда бұны қайтадан іздеп босату арқылы гайкасын форсунканы сол арқылы анықтауға болады. Двигательдің қай форсунка қай істемей тұрған. Ол істемеуі мүмкін, яғни форсунка істемеуі мүмкін, немесе темірдің давление толық берілмей тұрған жағдайда көріп білуге болады. Темірдегі насос бар, бұл темірдегі ең бірінші жану несіне топливо дейтін, мысалы үшін жаңа солярканы әкеп алу үшін арнайы өзінің насосы, ол насос арқылы күн жерде гайкасы бар, босатып алып, нені бақтан солярканы жеткізіп аламыз. Солярканы жеткізіп алғаннан кейін оталдыру несіне кірсін. Яғни темірді айланысты алады, яғни автокөлігінде валтор, бұл арқылы ішінде двигатель 8 плунжерный пара бар, плунжерный пара трубка арқылы беріледі. Бұл трубкалардың стыктары болмайды, под давлениені қысыммен келетіндіктен бірде ешқандай не болады. Бәрінің ұзындықтары бірдей орналасқан және бірдей подача беріледі бәріне. Форсункаға келген солярка жану қоспасы, яғни форсункаға беріледі, және форсунканың ішінде өзінің инерлік клапаны бар. Бұл шашырату берілгендіктен артық жану сұйықтығы қайтадан обратмен баққа қайтады. Осы трубкалар арқылы форсункалар шешу үшін арнайы гайкасы бар, шешіп ағытып тексеруге болады. Арнайы ағытудың